Темекі тартудан 2 аптада қалай құтылам? Темекіні қоя алмай жүрген адамдар осы видео сіздерге арналады. Видеоны мұқият соңына дейін тыңдап қарап шығыңыздар. Видеода маңызды ақпараттар айтылады. Ал видеомды бастамай тұрып, сіздерден өтініш лайк басып, каналыма тіркеліп, және де темекіні қоя алмай жүрген достарыңызға жіберіңіз. Міндетті түрде қажет болып қалады. Сіздерден лайк, менен пайдалы ақпарат. Су толған ыдысқа арпаны қауызымен салып, арпа деген ячмен салып 30 минут жайлап қайнатады. Онан соң сүзгіден өткізіп 1-2 ас қасық календула гүлін қосады да қымтап орап жылы жауып қояды. 7-8 сағат өткеннен кейін тағы да сүзеді. Сосын сол тұнбаны 2 апта бойы күніне 1-1,5 литрден жылы күйде ішесіз. Осы тұнбаны 2 апта, кейбіреулердің организмі әртүрлі, мысалы кейбіреулерге 3 апта, 4 апта керек болады. Осындай уақыт ішесіз де, ішкеннен кейін темекі шегу әдетінен құтыла аласыз.